ветеринария деген біздің елдегі сондай бір сорлап тұрған саланың бірі. Иә, бізде ветеринария деген бар ма өзі? Менің ойымша жоқ та сияқты. Неге біздің елде мысалға енді біз немістен бір сөзім бар ғой, ол мен сені сұхбат алған кезде сен сол сөзді айтқансың, мен есімде қатты сақталып қалыпты да сол. И мен оны әлі күнге шейін ұмытпаймын. Мысалы немістер сияқты біз мысалға там Mercedes, BMW сияқты машина ойлап таба алмайтынымыз мүмкін, иә. Мысалы немесе там жапондар сияқты бір керемет супер бір технология ойлап шығара алмаймыз. Немесе қытайлар сияқты бірдеңе жасай алмайтынымыз, иә. Бірақ біздің ата бабамыздың кәсібі мал шаруашылығы ғой. Сол мал шаруашылығында біз бірінші болмасақ та әйтеуір сол саланы дамытуға біздің мүмкіндігіміз бар деп айтқансың да мысалға. Өйткені біз осы уақытқа дейін сонымен айналысып келдік. Біз осымен күн көріп келеміз де, бірақ біздің елде ветеринария деген ноль прям жоқ. Енді айтайын ба, мен ойымша неге ветеринария Қазақстанда жоқ? Себебі біздің елдегі көшпелі ата бабаларымыз мен ойымша малды емдемеген сияқты. Ауыра ма? Сойып жеп қойған сияқты, былайша айтқан кезде. Анау ақсақ қой сойыпсаңдар. Немесе ана сиырдың бір көзіне жаңағы доғалақ па ет өсіп кетті, давай сойып тастаңдар. Солай болған сияқты, малды емдемеген сияқты. Раньше везде так было. Если взять там период на 100, 200, 300 лет назад, весь мир так.